Сәлем достар, бүгін біз сүзбелі бәліш сметаной пирог пісіретін боламыз. Бізге керек 300 грамм ұн, сливочный масло немесе маргарин. Оны менікі қатты болғаннан кейін теркадан өткізіп алдым. Ұнға аунатып алып, тез-тез өткізіп шығамыз. Сол кезде тез май теркаланады. Майды өткізгеннен кейін ұнға майды жақсылап сіңдіреміз. Крошка болып шығады. Енді соған қантымызды, разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды, сосын бір жұмыртқамызды қосып тесто жасаймыз. Менде осындай тесто шықты. Енді осыны 20-30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Холодильникте тұрғанша біз начинкасын дайындаймыз. Начинкамызға қаймақ 20%-тен аз болмау керек. Одан соң 4 жұмыртқасын, қант, 1 пачка ванилин. Осыларды қосып араластырамыз. Үйлеріңізде ванилин болмаса, оны қоспауға да болады. Формамызды алып, жақсылап майлаймыз. Дайын болған тестамызды холодильниктен алып шығып, формамызға салып шығамыз. Қолмен басып форма шығарамыз. Қатты қалың болып кетпесін, шет-шеті, астыңғы жақтары соны қарайсыздар. Дайындап қойған начинкамызды құямыз. Одан соң духовкада 180-200 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Мұны менікі дайын болды. Менікі ровно 35 минуттай пісті. Ас болсын, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді шығады.